Ағай, келе жатқан туғаныңыз құтты болсын ағай. Жасыңызға жас болса беріңіз. Маған қанша бал қойсаңыз, сонша жаста болыңыз. У нас следующая тема – это натиже сабах. Натиже сабах – это письменная работа. Сейчас я все... Бәрекелді. Ас болсын апай. Екі тақырыпты да орнай салып апай сізді әуреға жібердік ау деймін. Аматстан балалар 7Б ертең бастап сабақ. Ана әке шешелеріңе айтыңыздар, шындан балын киіп жүрсін, камерада кешегідей болып қалып жүрмесін. Ойбай. Апай, короче, мен манағыны істей алмайым, құрсыншы мен қатыспайым сабаққа. Мейлі, балапан қосып өйтіп отпайым, миым шітпейім, тастаңдаршы зайбау. Ya apay virüs жұқсын университетке оқиықшы. Дым түсінбейтін мен. Шынымен мынау қан іште онлайн түк түсінбедім бар ғой, түк. Надоел бар ғой. Апай, мен шығып келем давай. Данияр, ұялмайсың ба, сыртқа шығып келем деп сұрамайсың ба, шығып келем не сыналардың. Енді WhatsApp-қа түрін жаздым. Ой, бля. Ана тупойларға түсіндіріңдерші бір-біріңе айтып. Не деген адамда задание жоқ деп тұрғана бақырайым. Тупойларға түсіндіріңдер айтып. Мен каждый деңе түсіндіріп отырам ба? Қазақ әдебиет кім жазды сұрап жатыр ғой. Пожалуйста, жіберіңдерші. Алдар, ертең 4 күн демалыс. Ертеңнен бастап. Ұйықтап қалам ма? Апа, ұйықтап қалым, группаға кіріп қалам ма? Апай, айтқан ауыр көлі қалам. Жақсы. Қойшы осы әдетінде.